Ешқашан алманың қабығын тастамаңыз. Алманың қабығы қандай ауруға ем болады? Осы видеода айтатын боламыз. Алма мезгіл таңдамайтын жемістердің бірі. Қай кезде де алманың сан түрі самсап тұрады. Бұл жеміс дәмді әрі денсаулыққа өте пайдалы. Оның құрамында С, Е, В1, В2 дәрумендері және калий, марганец, кальций, темір секілді минералды заттарды кездестіруге болады. Әсіресе суық тиіп ауырған кезде кез келгеніміз алма жейміз. Ол тәбетті ашады, әрі қарныңызды тойдырады. Бірақ көпшілігіміз алманы қабығымен жеуге әдеттенбегенбіз. Бірақ жемістің құрамындағы пайдалы заттардың бәрі алманың қабығында екенін ескермейміз. Негізінде алманың қабығының өзі бірнеше дертке дауа болады екен. Егер сізде жөтеліңіз жазылмай жатса, суықтап ауырған кезде дәрі қабылдап ем жасаймыз. Кей кезде дәрі біткенмен жөтел жазылмай жатады. Осы кезде алма қабығының көмегіне жүгініңіз. Ол үшін бір ас қасық ұсақтап тураған алма қабығына 1 стакан қайнаған су құйып, бетін жауып қойыңыз. Шамамен 40 минуттан соң дайын болған тұнбаны сүзіп алып, жарты стаканнан күніне 2 рет ішесіз. Буын сырқырап ауырса, 3 ас қасық ұсақтап туралған алманың қабығын 500 мг қайнаған суға салып тұндырып қоясыз. Тұнба жылыған кезде сүзіп алып 3-ке бөліп ішесіз. Бұл шай буын ауруларымен тұз байлануды емдейді. Тамақ ауырған кезде 100 грамм алманың қабығын 1 литр қайнаған суға салып 5 минуттай қайнатасыз. Белгіленген уақыттан соң оттан алып бетін жауып қоясыз. Салқындаған кезде сүзіп алып 200-300 мл-ден ішесіз. Қан аздықтан құтылу үшін. Көк алманың қабығымен ұсақтап турап, кеңде ыдысқа саласыз. Оған асқабақты да текшелеп турап қосыңыз. Ыдысқа 15 стакан су құйып отқа қойыңыз. Алма мен асқабақ жұмсарып, қоюланғанша баяу отта қайнатасыз. Дайын болған емдік қоспаны үлкендер де кішкентайлар да қолдануға болады. Ұйқысыздық мазаласа, 2 алманың қабығын ашыңыз. Ыдысқа 1 стакан су құйып, отқа қойыңыз. Бір қайнап шыққан соң алманың қабығын салып отын бәсеңдетіңіз. Дайын болған сусынды ұйқыға жатар алдында ішесіз. Каналымызға жазылып, лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.